білетін жеке тұлғаны қалыптастыру. Жоғары білім сапасы енді мен былтырғы оқу жылымен салыстырғанда әр өзім сабақ беретін сыныптарды жеке-жеке алып қарастырдым. 11-ші А сыныбында былтырғы 2019-2020 оқу жылында қазақ әдебиетінен 80, ал қазақ тілінен 77 болса, биылғы 2020-2021 оқу жылында өсу динамикасы бар, яғни қазақ тілінен 81, әдебиеттен 80%-ды көрсетіп тұр. 8-ші Г сыныбында қазақ тілінен былтырғы оқу жылында қазақ тілінен 79, әдебиеттен 70% болса, биылғы оқу жылында 74% пайызын көрсетіп тұр. Енді 7-ші А сыныбына келсек, былтырғы оқу жылында қазақ тілінен 84%, әдебиеттен 81% көрсетсе, биылғы оқу жылында өсу динамикасы қазақ тілінен көрсетіп тұр, яғни 87%, ал әдебиеттен сол 81% өзгеріссіз. 7-ші өсу динамикасы бар. Ал енді 7-ші А сыныбы бойынша былтырғы оқу жылында қазақ тілінен 84, әдебиеттен 80% болса, биылғы оқу жылында өсу динамикасы бар. Қазақ тілінен 87%, қазақ әдебиеттен 84%-ды құрап отыр. Енді өзіме рефлексия жасау барысында свод талдау жасадым. Енді менің күшті жақтарым, ол менің жетістіктерім. Республикалық эссе байқауы бұл Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіндегі Абай институтында құрылған жаңағы оқу орнында сол республикалық эссе байқауы ұйымдастырылды, яғни алғыс хат берілді маған, және оқушыма 3-ші орын алып дипломмен марапатталды. Мені қасына балдарында көрсетіп қойдым. Одан кейін ауданнан құрмет грамотасымен марапатталдым. Келесі аудандық Абай оқуларында оқушым 2-ші орын алды. Бұл жерде де балды өзіммен оқушыма көрсетіп қойдым. Одан кейін аудандық кәсіби байқау, яғни жыл мұғаліміне қатысып 3-ші орынды иелендім. Және мектепшілік іс-шара деп мен енді бұны жалпылама қарастырып алдым. Жаңағы өткен Мұқағали, Айбергенов осы мектепшілікте эссе байқауларында өзімнің 11-ші сыныптан бірнеше оқушылар қатысты, соларды алып мен жаңағы 10 балл деп бағаладым. Енді ОБТ бар, ОБТ-ны бірақ мен қоспадым. Енді әлсіз жақтарым, мен биылғы оқу жылында дарынды оқушылармен жұмыс жасай алмадым, яғни ғылыми жобаларға, олимпиадаға оқушылар қатыстыра алмадым, бар мүмкіндікті пайдалана алмадым, енді әлсіз жақтарым. Ал енді мүмкіндіктерім, қашықтық оқыту кезінде түрлі платформаларды пайдаландым, меңгердім, түрлі әдіс-тәсілдерді меңгердім, және акты сауаттылығым артты. Тағы да мүмкіндіктерім, енді алдағы уақытта байқауларға оқушылар қатыстырып, нәтижелі жұмыс көрсету. Ал енді қауіп-қатер, ол қашықтан оқыту кезінде сабақта оқушыларды толық қамти алмадым, және уақытпен санаспауым деп білдім. Жалпы балл саны, енді мен жеке-жеке мұғалім өзіме 25 балл, оқушы тарапынан 17 балл деп, жалпы балл 42-ні көрсетіп тұр. Назарларыңызға рахмет, сұрақтарыңыз болса. Келесі спикер Самал. Әріптестер, сұрақтарыңыз жоқ па? Сіздердің байланыстарыңыз дұрыс болмай тұр ма? Дауыстарыңыз үзіліп шығып тұр. Біздікі ма? Иә, соңғы кім Назгүлдің соңғы сөздері үзіліп естілмеді. Жақсы, соңында мен қорытындылайтыным бар, айта беріңіздер. Самал. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен Малибаева Самал Сәрсенбаевна, қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі, педагог, модератор. Мақсатым білім алушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту, әр оқушының жеке қабілеттерін ескере отырып, дарынды оқушыларды шығармашылыққа баулу. Жалпы білім сапама келетін болсам, былтырғы жылмен салыстырғанда, былтырғы жылы қазақ тілінен 86%, биылғы жылы 82%-ға төмендеу бар. Оның себебі жаңағы жақсы оқитын оқушылардың басқа мектепке ауысып кетуі, 7-ші класстан 11-ші класстан
оқушылар ауысып кетті. Соған байланысты осындай 3-4%-ға төмендеу бар. Жалпы жетістіктерім республикалық жаңағы екі жетістігіміз бар. Біріншісі жаңағы Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдығына орай ұйымдастырылған Әл-Фараби атындағы ұлттық университеттің ұйымдастыруымен өткен жаңағы іс-шарадан алғыс хат, одан кейін 1000 баладан алғыс хат алған, одан кейін аудандық Абай оқуы, Әбіш оқуы, жас толқын қауымдастығының ұйымдастыруымен өтіп жатқан жаңа толқын қауымдастығының ұйымдастыруымен өткен шаралардан алған байқаулардан общий 20 балл. Одан кейін аудандық Зерде, Әбіш оқулары, Абай оқулары, жаңа толқын қауымдастығының ұйымдастыруымен өткен жаңа шаралардың барлығын оқушының жетістігін қосқанда 8 балл. Мектепішілік олимпиада 1 балл, Мұқағали байқауы барлығы 20 балл. Мектепішілік байқаудан барлығы 68 балл. Свод талдауына келетін болсам, күшті жақтарым Зердеге оқушы қатыстырып 2-ші орын. Енді жалпы жаңағы айтып кеткендегідей, өзімді биыл жаңа қырымнан таныдым. Бұрындары шыны керек қорқақтайтынмын көп нәрсеге. Биыл өзім ОБТ-ға оқушы дайындап, жақсы көрсеткішке жетіп отырмын. Көптеген биылғы жылы сауатымыз көп нәрсеге ашылды. Жалпы қашықтық нысанын оқытуда біздің актыға түрлі әдіс тәсілдерді білдім, актының мүмкіндіктерін меңгердім, мектепшілік байқауларға оқушыларды жиі қатыстырып отырдым, аудандық вебинарларға қатысып, тәжірибе алмасып отырдым. Сонымен қоса, ұстаз тілегі сайтына көптеген қымыжы, өзімнің тәжірибелерімді бөлісіп, жүктеп отырдым. Ол жерден де алған алғыс хат сертификаттарым бар. Әлсіз жақтарым БЖБ ТЖБ құрастырудағы мақсатқа сай тапсырма құрастыруда дағдымен жұмыста кішкене қиналамын. Қауіп қатер, қашықтықтан оқу кезіндегі білім сапасын келер жылы ақтай алама. Телефонға тәуелділік екіншісі. Себебі биылғы жылы көптеген оқушылар қашықтықтан оқыған кезде ата-аналардың көмегі көп болып жатыр. ТЖБ, БЖБ-ларынан көптеген жоғары балл жинап, жаңағындай осы келесі жылы осы білімдерін ақтай алама деген қауіп қатер бар. Мүмкіндіктерді айттым. Айтарым осы. Сұрақтарыңыз болса. Әріптестер, мына бағалауды қарап отырыңыздаршы. Егер сіздер бағалаумен келіспесеңіздер, онда сіздер айтуларыңыз керек. Мен мына жерде мысалы өзім бағалауымда бұны қойған жоқпын. Егер қою керек болса, мен де қояйын. Ал егер мүлдем давайте қазір келісіп алайық. Мектепішілік олимпиадаға мұнда көбінесе баға сол спорный вопрос болып тұр. Сіз, Самал Сәрсенбаевна, сіз жолдама алған оқушыларға балл қойып отырсыз ба? Мектепшілік байқауларға қатысқан жолдам алғанда мектепшілік байқаулардан грамот алған оқушылардың аты жөнін жаздым. Сіздің оқуларыңыз бойынша ғой, әртүрлі оқу бойынша. Олимпиадаға қатысты, сізде олимпиада бар ма мектепшілік? Олимпиада бір оқушы қатысты. Ауданға шықты? Ауданға шыққан жоқ, мектепшілік бір оқушы. Шықпаса, онда соған балл қоймайсыз. Егер ауданға барса, есептейсіздер. Ауданға шықпаса, қатысушы ғана болып, осы жерде ешқандай нәтиже болмаса, онда есептелмейді. Менде бір сұрақ, сіздер республикалық байқауға сіздерді облыс жіберу керек болған. Ауданнан облыстан. Сіздер республикалық байқауда 20 балл қойып отырсыз. Мен ондай бұйрық көрген жоқпын сізді облыстың республикаға жіберген байқауы. Ұстаз тілегі бойынша алған грамоталарыңызды есептеп отырсыздар ма? Қойған жоқпын мен оны. Қойған жоқсыздар, енді өзіңіз не бойынша, еңбек тәртібі бойынша өзіңізді бағалаңызшы. Еңбек тәртібі бойынша күнделік кезек толтырмағаным үшін 23 және
23 сәуір 13 мамыр күні кеш толтырғаным үшін ескерту жасағансыз. Басқа еңбек тәртібі бойынша ескерту алмадым. Жоқ па, еңбек тәртібі сабаққа қалған жоқ па? Сабақтан кешігу. Жоқ, сабақтан кешігу. Басқа сұрақтарыңыз бар ма? Жақсы, келесі спикер. Менде бір сұрақ бар еді, құрметті әріптестер. Қойыңыздар. Қоюға бола ма? Болады. Бізде өткенде келіскен кезде республикалыққа бізде 5 балл, халықаралық 7 балл дедік қой. Бұл кісілер республикаға 10 баллдан қойып отыр. Сол дұрыс па? Бұл жерде Данагүл апай, оқушыға 5 балл, Республикалық байқауға 5 балл, халықаралыққа 7 балл дедік. Бұл кісілер республикаға 10 балл қойып отыр жаңа Назгүлде. Сол дұрыс па? мұғалімге 10 балл, оқушыға 7 балл. Біз оқушы мен мұғалімге бірдей қойдық қой дегенім ғой. Жоқ, оқушыға мұғалімге бөлек-бөлек берілді ғой, достижениесі, балы. Жоқ, оқушыға мұғалімге бөлек берілген жоқ ол жерде. Ол жерде Мұғалімге оқушыға бөлек берілген жоқ. Ол анандай байқау ғой, жыл мұғалімі дегендерді. Иә, жыл мұғаліміне берілді. Кәсіби мұғалімнің кәсіби байқауына 10 балл берді. Кәсіби байқауды айттық бұл жерде. Бұл жерде біз көбіне негізі мен былай ұсыныс жасағам, енді мұғалімдер кәсіби байқау деп айттық. Жалпы жаңа кеше басқалар солай есептеп кеткен шығар. Мысалы, оқушыны олимпиадаға қатыстырдыңыз, мысалы мейлі коник болсын, мейлі марафонға қатыстырсаңыздар, неше түрлі, сіздер оқушы жетістігі үшін алған, ол оқушының жетістігіне саналады деп айтқанбыз. Өйткені оқушы жетістігімен алынып тұр, ол. Ал енді мұғалімнің кәсіби байқауына дегенде, мұғалім өзі видео урокқа қатыссын, мұғалім өзі конкурсқа қатыссын, мұғалім өзі выступление жасасын. Міне сондай кәсіби байқаулар деп, неге соны есептейік деп, сол кеше талас болмас үшін мен соны айтқан болатынмын. Енді сіздер кеше жасасақ та деп көп бұрмаладыңыздар, Жақсы, келесі. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, қайтадан Әуренбаева Торғын Төлегенқызы, қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі, бірлестік жетекшісі, педагог зерттеуші. Жалпы осы бүгінгі брифингке дайындау мақсатында көрме ретінде көрсетуді ұйғардым. Жалпы менің осы оқу жылына оқу жылына алған мақсатым ең бірінші акты құзыреттілігімді арттыру, екінші тиімді платформалар мен жүйелі жұмыс жасау, білім сапасын арттыру, сондай-ақ өзімнің осы мектеп ашылғалы арнайы жобам бар, Ақсарай театрының жұмысын алға жылжыту және кәсіби шеберлігімді шыңдау болып табылады. Алдыларыңызда көріп тұрғандай, бұл жерде оқудың қажеті жоқ, барлығы анық көрініп тұр. Білім сапасындағы ілгерілеушілік бар, жалпы жаңартылған бағдарламаның стандартын орындап отырмын десем де болады. Алға қойылған мақсаттың барлығы, яғни менің кәсіби құзыреттілігімдегі акты сауаттылығым биылғы оқу жылында дамыды десек те болады. Енді құрметті әріптестер, жалпы осы биылғы қашықтан оқыту кезінде менің түсінгенім, бізге қойылатын талап мұғалім заманауи, заманға сай түрлі көшбасшылықты таныта білу қажет деп ойлаймын. Енді осы жерде екінші слайдқа назар аударатын болсаңыздар, құрметті әріптестер, заманауи педагог тиімді платформада жұмыс жасай білу керек. Біздің мектеп ұсынған онлайн мектептегі жұмысты мен өзіме тиімді платформа ретінде қабылдап алдым. Ондағы жетістіктерім осы оқу жылында өте көп десем де болады. 90 сайын ТЖБ, БЖБ құрастыру байқауларына қатысып, 2-ші тоқсаннан бастап осы 3-ші тоқсан аралығында бірнеше байқаулардан жүлделі орын және сертификатта жүлделі орындарға иеленіп келемін. Сондай осы платформаның тиімділігі, құрметті әріптестер, конференциядағы балалармен өткізілетін сабақтарды жүктеу арқылы оқушыларға ұсынуға болады. Сондай осы жердегі жинақталған бонустарым, сондай осы платформадағы барлық мүмкіндіктерді барынша қолдануға тырысамын. Екінші, қазіргі бізде мұғалімге қойылатын талап, әлеуметтік желіде мұғалім өзінің барынша жұмысын көрсете білу керек. Менің өзімнің арнайы ашылған YouTube каналым бар, сондай-ақ Instagram парақшамда өзімнің жұмыстарымды жүйелі көрсетіп, республикалық деңгейде таратып отырамын. Және оқушылардың жұмысы осы әлеуметтік желіде көрсетіліп, тәжірибемен бөлісіп отырамын. Бұл біздің мұғалімге қойылатын әлеуметтік желідегі заманауи мұғалім деп көрсетуге болады.
Одан кейін келесі слайдқа назар аударатын болсаңыздар, құрметті әріптестер, заманауи педагогке қойылатын, бұл қазіргі бізге үлкен қойылатын талап, әрбір педагог өзінің электронды қоржынын жинақтау керек. Осы биылғы оқу жылындағы менің жинақтаған қоржыныма слайдта көріп тұрғандарыңыздай, әрбір сабақ беретін сыныптарымда Google формда тест және кері байланыстың жұмыстары сақталады. Сондай-ақ жыл бойында КМЖ-ға арнайы электронды почта ашылып, біздің бірлестіктің КМЖ-сы осы жерде сақталады. Сондай-ақ мен жыл бойғы сертификаттарым, грамоталарымда өзінде Google диск ашылып, осы жерде сақталады. Онлайн мектепті жаңа айтып өттім. Одан кейін жақсы бір платформа Padlet тақтасында кері байланысқа жұмыс жасауға болады. Бұл жерде уақытты оздырмай экранда көрініп тұр. Енді құрметті әріптестер, осы ауыз толтырып айтатын жетістігімнің бірі заманауи педагог арнайы кәсіби жобасы болу керек. Менің осы мектеп ашылғалы ашқан Ақсарай деген театрым бар. Қазіргі таңда бұл театр онлайн қашықтан оқыту кезінде жұмыс жасайды. WhatsApp желісі болсын, Zoom бағдарламасында біз жұмыс жасап отырамыз. Алдарыңыздағы мониторингқа қарайтын болсаңыздар, осы 5 жыл ішінде біздің Ақсарай театрының қойылған көрсеткіштері міне алдыларыңызда көрініп тұр. Келесі оқу жылында біздің театрымыздың 5 жылдығы болады, соған дайындық жұмыстарын бастап кеттік. Биылғы оқу жылында біздің Ақсарай театрының мүшелері республикалық деңгейге көтеріліп, мектебіміздің мәртебесін арттырды десек те болады. Жалпы менің осы оқу жылындағы алға қойған мақсатының жұмыстары осындай. Енді құрметті әріптестер, жаңа балға байланысты біраз келіспеушілік болды. Біз енді бірлестікте өткізілген біраз шараларды мен өзіме балға қосып қойдым. Мен нақты өткен қатысқан оқушыларымның балдары. Жаңа мектепшілік олимпиада сөз болды. Менің оқушым мектепшілік олимпиадаға қатысып, хаттама толтырып, аудандық деңгейге де қатысты. Енді оны өзіме бал ретінде қостым. Экранда барлығы көрініп тұр. Барлығын оқып айтудың қажеттілігі жоқ. Мектепшілік 22, аудан бойынша оқушым 28, облыста 9, республикада 1 дедім. Енді екінші бағанға қарайтын болсаңыздар, мұғалімнің жетістігі аудан бойынша 35, облыста 7, республикада 80. Өшеде 80 деген балға кішкене күмән туы мүмкін, ашып айтуға тура келеді. Онлайн мектептегі жаңа айтып өткен жетістіктердің барлығы биылғы оқу жылында 5 жүлделі грамотам бар. Одан үздік педагог номинациясына ие болдым, 10 балл. Жаңашыл мұғалім осы онлайн мектепте ұйымдастырған байқауда қатысып алғыс хатқа ие болдым. Сондай-ақ мектептің тарапынан ұйымдастырылған үлкен шарада республика тарапынан грамота алған болатын. Жалпы жинақтаған балым 186 балды құрап отыр. Келесі слайдқа қарайтын болсаңыздар, міне свод талдауға тоқталып сөзімді жинақтай келе, күшті жақтарым, педагог зерттеушілігімді күшті жағым деп қабылдадым. Екінші, бірнеше қауымдастық мүшесімін аудан мектеп тарапынан. Одан кейін үшінші күшті жағым, мен заманауи педагогпын деп өзімді есептей аламын. Өйткені менің осы жердегі осы сөзімде дәлел ретінде бірнеше слайдтарды көрсете алдым. Мүмкіндіктерім түрлі тиімді платформалармен жұмыс жасай аламын. Ауданда және облыс, республика көлемінде тәжірибемді таратып жатырмын. Бұл менің мүмкіндігім платформаларды білуде. Енді құрметті әріптестер, қауіп қатермен әлсіз жақтарымды жоқ деп сөзімді қорытындылаймын. Сұрақтарыңыз болса қоюға рұқсат. Жақсы, сіздің есебіңіз өте нақты. Жұмыстың барлығы көрініп тұр. Балыңызды нақты бағалап отырсыз. Жақсы. Сұрақтарыңыз, ұсыныстарыңыз бар ма, құрметті әріптестер? Қойылды ғой, ауданға барған қойылып отыр, дұрыс енді. Жақсы, енді құрметті әріптестер, қазақ тілі бірлестігі сіздерге айтатыным бір ұсынысым. Барлықтарыңызға мен мақсаттарыңызға қарап отырмын және свод талдаудың әлсіз және қауіпті жағын қарап отырмын. Сіздердің мақсаттарыңыз жалпы мұғалім ретінде мақсатты қойып отырсыздар, бірақ сіздердің мақсаттарыңыз смарт мақсат емес. Егер сіз өздеріңіздің әлсіз жақтарына, мысалы, дарынды оқушылармен жұмыс болмады, олимпиадада балаларды қамтымадым, АКТ-ны дұрыс меңгермедім десеңіздер, сіздер осының барлығын нақты мақсатқа қоюларыңыз керек. Видите, не үшін керек бізге қазір осы жалпы самоанализ, саморефлексия не үшін керек? Барлығын қорытындылай келе, сіз келесі жылға осы өзіңіздің жұмысыңыздағы
кемшіліктер болсын, енді қол жеткізе алмаған дүниелер болсын, соны мақсат ретінде келесі оқу жылына ең құрғанда 1 жылға сіз мақсат қоюларыңыз керек. Сіздердің мақсаттарыңыз жалпылама. Ұстаздың мақсаты енді ол жағы по срокам, не знаю, когда он будет достижимый. То есть смарт мақсатты білесіздер, ол нақты, мерзімді болу керек. Ал сіздің алдыңызға келесі жылға қойып отырған мақсатымыз сіздің свод талдауыңыздан шығу керек. Барлық мұғалімдеріне де осыны ескертіп айтқым келіп отыр. Кеше енді мақсат айтылмады, кеше тек қана өзекті мәселе айтылды. Ол бойынша мен жағы проблемалық жағы мәселелеріңізді, өзекті мәселелеріңізді көтеріп отырсыздар. Ол жерде де не арқылы ондай нәтижеге жетемін деген нақты өзекті мәселеңіз болу керек. Ал мақсатыңыз осы свод талдауыңыздан нақты болып шығу керек. Соны ескеріңіздер. Мен қосам. Әріптестер, мен осы мақсат бойынша айтайын деп тұрғам, как Гүлзира болсын айтып жатыр. Самал, сіздің ана мақсатыңыз критерий сияқты болып кеткен. Естіп тұрсыз ба, Самал? Сонда сіздің бірінші критерияңыздың мен екінші критерияны қоссаңыз, сіз мысалы мысалы қазақ тілі қазақ әдебиеті сабағындағы мынандай бір ғылыми сөзді қоса отырып, дарынды балаларды анықтау немесе жеткізу, дарынды балалармен сіздікі дарынды балалармен жұмысты жетілдіру деген ол дарынды балаларға арналған мақсат болып кетті. Сондықтан сіздің мақсатыңыз мақсат болып саналмайды. Жақсы. Мақсаттарыңыз болмаса, келесі әдістемелік бірлестікке көшеміз. Сіздер не істейміз? Біз приглашение жібердік, соған қосылсаңыздар.